Отбасы, достар, жұмыс, мансап, мен. Өзіңе үңілетін уақыт келді. Азамат Исқақов. Мазмұны. Бірінші бөлім. Менің психикам. Екінші бөлім. Менің сезімдерім. Үшінші бөлім. Мен кіммін. Төртінші бөлім. Самокоучинг күнделігі. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп өтіңіз. Бастаймыз. Оқырманға. Бүгінде әр адам бақытты әрі бай болудың жолын іздеп жүр. Тез үй алсам, артынша арманымдағы көлікке қол жеткізсем болдым. Менен бақытты адам болмас еді деген ой әрбіріміздің санамызда сыбырлап тұратыны жасырын емес. Әйтеуір армандары орындалған кезде бақытты бола салатындай кіршіксіз үмітпен қанша адам өмір сүріп жатыр. Шынайы бақыттың түп тамырын білмеген соң айналамызда өзін жоғалтқан, шаршаған, үмітсіздікке бой алдырған адам да көп. Негізі бақытты сырттан іздеп керек емес, ол әр адамның ішінде жатыр. Осыны түсінген кезде сіз қазір де бақытты бола аласыз. Ішкі негізі, өзегі жоқ адамды сыртқы себептермен бір сәттік қуаныш шын бақытты ете алмайды. Әрине, жақсы өмірге әр адамның таласы бар. Бақытты өмір сүруге талпыну, өзіңді түсінуге тырысудан басталады. Қолыңыздағы кітап сол ішкі негізіңізді қалыптастыруға, осы қалпыңыздағы өзіңізді танып, қазір де бақытты болуыңызға жол ашады. Кітап ақауының өзі де бұл кітаптың мазмұны, фокусты өзіңізге қоюға көмектесетінін білдіріп тұр деп ойлаймын. Психикаңыз қалай жұмыс істейтінін түсініп, эмоцияларыңызды танып, әр әрекетіңіз бен шешіміңізге әсер ететін бағдарламаларыңызды табуға болады. Сондықтан да кітапқа теориялық біліммен бірге практика үшін арнайы тапсырмалары бар бөлім қосылды. Тақырыптарды бекіту үшін тапсырмаларды орындауға баса назар аударуыңызды сұраймын. Өзіңізді тану жолына қош келдіңіз. Сапарыңызға сәттілік тілеймін. Зейініңіз ашылсын. Құрметпен, Азамат Исқақов. Бірінші бөлім. Менің психикам. Оқиға мен тұжырым теориясы. Біздің психикамыз қалай қалыптасты? Бала дүниеге келген кезде ақ қағаз секілді тап-таза болады. Адамның басқа тіршілік иелерінен негізгі айырмашылықтарының бірі де осы. Себебі жануар, нияңдардың қай түрін алып қарасақ та, олар дүниеге келген кезде базалық ақпараттары жазулы күйде болады. Туыла салып жүре алады, жыртқыштардан немесе қауіптен қорғануды біледі, қорқады. Ал адамның санасы тәжірибе арқылы қалыптасады. Жалпы психиканың қалыптасуы бірнеше кезеңнен тұрады. Әр кезеңнің өз тапсырмалары бар. Бірінші кезең. Туғаннан 2 жасқа дейінгі аралық. Бұл кезеңде баланың базалық қауіпсіздік түсініктері қалыптасады. Анасы бар, тамағы тоқ, жылы жерде, тағы сол сияқты. Екінші кезең 2-4 жас аралығы. Бұл қоршаған ортаны зерттеу кезеңі. Аузына салып, дәмін татып, ұстап, бір-біріне қосып, бұзып, айналасындағының бәрін зерттеп тани бастайды. Ашық тұрған тоққа қолына түскен үшкір затты тығып, зерттеп көреді. Үшінші кезең 4 жас пен 9 жас. Бала эмоцияларды зерттейді. Қоршаған ортасындағы адамдардың эмоциялары, олардың реакциялары деген секілді дүниелерге назар аударады. Төртінші кезең 9 және 11 жас аралығы. Жеке шекараларын зерттейді. Қай жерде менің өз таңдауым бар? Мен нені қалаймын, нені қаламаймын? Осы және өзге де сұрақтарға жауап іздей бастайды. Бесінші 11 және 16 жастағы жасөспірім кезең. Бұл кезде бала жеке шығу туралы ойлана бастайды. Біздің санамызда өте маңызды деген екі түрлі жад бар. Оны оқиғалар және олардан шығарылған тұжырымдар деп атаймыз. Негізі бала күнімізден бері басымыздан өткен оқиғалардың ешқайсысы жадымыздан өшпейді. Ол сақталып тұрады. Қазіргі таңда мамандар гипнотерапия арқылы тіпті анамыздың құрсағында жатқан кездегі оқиғаларды есімізге түсіріп бере алады. Оқиғалар саны шексіз. Сондай-ақ
өткен жылдар ғана жадымызда сақталып тұрған жоқ. Бүгін таңертең болған оқиғалар, не осы кітапты оқымай тұрып әлеуметтік жерде көрген видеоңыз, онлайнда сөйлескен диалогыңызға дейін санаңызға сіңіп қалды. Оқиғалар ұмытылып кетуі мүмкін, бірақ біздің сол оқиғаның салдарынан шығарған тұжырымдарымыз ешқашан ұмытылмайды. Мысал келтіріп көрейік. Бірінші оқиға. Бала кезіңізде шәйнекті бірден ұстап қалдыңыз. Қолыңыз ыстыққа күйіп қалды. Тұжырым бірінші. Шәйнек ыстық болады екен, абайлау керек. Соған сәйкес, сіз бүгінге дейін шәйнекті автоматты түрде абайлап ұстайсыз. Ал екінші оқиға. Әлі ненің не екенін ажырата алмайтын кезіңізде аузыңызға тас салып, оны жемекші болдыңыз. Ал ол қатты екен. Екінші тұжырым, тасты мүлде жеуге болмайды. Кейде орын алған оқиғаның кейбір тұстары ғана есіңізде қалады. Мысалы, 3-ші сынып оқып жүрген кезіңізде қандай үйде тұрдыңыз? Ауыл не қаланың атын, көшеңізді, үйіңіздің неше бөлмелі екенін, сырты қандай болғанын жақсы білесіз. Бірақ өтір нүктесіне дейін есіңізде жоқ. Тағы бір мысал ретінде, сіздің дәл қазір кітап отырғаныңызды ми қаншалықты сақтап қалатынын қарастырып көрейік. Дәл осы жерде есіңізде қалатын ақпарат 2D форматта ғана жұмыс істемейді. 2D формат кітапты көріп, оны оқып отырумен ғана шектеледі. Ал біздің миымыздың ақпаратты сақтап алуы 20-ды, 30-ды, тіпті 1000-ды жылдамдықпен жұмыс істейді. Яғни кітап көріп отырсыз, ақпараттарды есте сақтап жатырсыз. Инсайттар пайда болып, оны да жадыңызға түйіп қойдыңыз. Отырған жеріңіз қатты ма, жұмсақ па, бұл да санаға жазылды. Сыртта орай қалай болып тұр? Ол да сақталып қалды. Қандай киімде отырсыз? Бұл ақпарат та бар. Сіз отырған жер салқын ба, ыстық па? Автоматты түрде барлық ақпарат миыңызға көшіріліп жатыр. Адамның миы ең үздік деген компьютер мен технологияны да басып озады. Яғни қазірдің өзінде сізде оқиғалар ұмытылып жатқан болуы мүмкін, алайда тұжырымдар ендігі есіңізде қалып та қойды. Ата-ана баласының көзінше дауыс шығарып, айқайлап, бір-бірімен ұрсып қалды. Бұл 3-ші оқиға. Мұны көрген бала жүгіріп қастарына келді де ата-анасына ұрсыспаңдар деді. Анасы баласының бұл әрекетіне бірден үлкендердің әңгімесі мен ісіне араласпа, басқа бөлмеге бар деп тыйып салды. Тұжырым 3. Үлкендердің әңгімесіне араласуға болмайды. Бұл бала кейін өмір бойы осы позицияда болады. Жасы 40-та болуы мүмкін, бірақ бәрібір өзінен үлкендерді тауып ала береді. Араласпай тыныш жүргенді дұрыс санайды. Тек жас аралығынан үлкендерден аяқ тартып қоймайды. Үлкен деген сөз оның санасында лауазымы үлкен, денесі үлкен, ақшасы көп, статусы жоғары деген түсініктермен бір мәнге ие болып, жалпы үлкен дегеннің бәрінен қашатын әрі қорқатын болады. Сіздің өміріңізде де осындай оқиға өте көп, дегенмен оларды ұмытып кеткенсіз. Ал жасаған тұжырымдарыңыз әлі күнге дейін сізбен бірге. Олар өміріңізге кері әсерін тигізіп жатқаны анық, себебі біз мазақ боламын деген тұжырымды ересек өмірде таяқ жеп қаламын, ұрынып қаламын, ақшамнан айырыламын, ауырып қаламын деген түсініктерге алмастырып аламыз. Бұл бір ғана мысал. Осындай әр тұжырым бізге кедергі келтіретін басқа да мың тұсқаға айналуы ғажап емес. Тұжырымдардың адам миына сіңіп кеткен сонша, кейбір ырым-тыйымдардың себебін білмесек те соған сенеміз. Бала кезіңізде есікті керме деген ескертуді бір рет болсын естіген шығарсыз. Не үшін екенін ешкім білмейді. Негізі бұрынғы замандарда соғыс көп болған ғой, ауылдың ер азаматтары мен жігіттері түгел жауға аттанған. Егер олар соғыстан жеңіліс тапса, жеңіске жеткен жау қолы ауылдың өзіне шапқан. Ал ауылда ылғи кемпір мен шал, әйел мен балалар қалған. Жау әскері үйді тонауға беттеген кезде үйдегі ең үлкен ересек адам алдынан шығып, есікті керіп тұрады екен. Міне, есікті керме деген тыйым осыдан шыққан. Бірақ біз оны ұмытып кеткенбіз. Табалдырықта тұрма, жаман болады дегенді талай естідік. Неге жаман болады деген сұрақтың жауабын білмейміз де. Яғни бұл ырымның түпкі теориясы мен мағынасы мүлдем басқа. Сондай-ақ сәл ертеде табалдырыққа шетінен кеткен сәбиді
күметін болған. Сол себептен оны басуға болмайды десе, енді бір қарапайым нұсқада киіз үй ағаштан жасалған соң табалдырығын салмақпен басып, ағашын сындырып алмау үшін айтылған болуы да мүмкін деген негіз бар. Алайда әрине біз қазір осы ақпараттың бәрін жай ғана ұмытып қалғанбыз. Қазақтың тізеңді құшақтама деген тыйымы да сол заманның шартына негізделген екен. Көшпелі өмір салтын ұстанып жүрген кезде ауылдар мен алыста тұратын туыстардың арасы кейде 2-3 айға үзіліп хабарсыз кеткен. Осылайша ұзақ уақыт көріспеген таныс не туыс шаңыраққа сағынып келіп эмоциясын ашық көрсететін болған. Киіз үйге қуанып, дауыстап амандасып кіруі мүмкін. Тіпті суырып салып ән де шырқайды. Кейде байланыссыз қалған 2-3 айдың көлемінде сол шаңырақтың баласы шетінеп кеткен жағдайлар да кездескен. Сол сәтте бұл үйде қайғы бар дегенді білдіру үшін келіні тесін құшақтап отырады. Мұны көріп мән-жайды бірден түсінген қонақ дереу у-шуды тоқтатады. Міне, мұның бәрі біздің осындай оқиғалардың жай-жапсарын толық білмейтіндігімізді білдіреді. Алайда оқиға ұмытылса да, кезінде жасалған белгілі бір тұжырымдар әлі күнге дейін біздің өмірімізге әсер етіп келеді. Біздің тұжырымдарымыз көбінесе мүмкіндіктерімізді шектейтін тұзақ қана. Адамды даму, өсу жолына апаратын жалғыз білім қиялдың кез келген нәрсеге қабілетті екенін білу. Ал біздің қиялымыз жеткен жердің бәріне қолымызда жетеді. Альберт Эйнштейн. Тежеуші тұжырымдар. Түсінікті болу үшін тағы да біраз оқиға мен тұжырымды қарастырып көрейік. Бұл екі ұғым адамның өміріне тікелей әсер етеді. 4-ші оқиға. Кішкентай бала қабырғаға сызып сурет салмақшы болды. Анасы бұнысын құптаған жоқ. Бірден қатты-қатты сөйлеп тыйып тастады. 4-ші тұжырым. Маған сурет салуға болмайды. Негізі 3-4 жасар баладан не үшін қабырғаға сызып жатырсың деп сұрап көруге болады. Оның үйдің быт-шытын шығарайын, ата-анам әуре болып, артық шығындалсын деген ойы болмағаны анық. Ол бар болғаны күшті сурет саламын деп ойлады. Бірақ өкінішке қарай ол енді ешқашан сурет салмайды. Кішкентай балалардың бәрі сурет салуға құмар келеді. Ал өскенде суретші болатындар өте аз. Неге? Себебі баланың кезіндегі оқиғадан алған тұжырымы бойынша ол суретті дұрыс сала алмайды. Суретті салу баланың санасында жағымсыз естелік ретінде қалып қойды. Бұл тұжырым балаға уақыт өте келе басқа жағынан да кері әсер етуі мүмкін. Ол кейін де жаңа дүние жасап көрейін десе, таяқ жеп қаламын деген қорқыныш алдынан шыға келеді. Бір нәрсе бастайын десе, болмай қалатын шығар деген тұжырым ынтасын басып тастайды. Таяқ жеп қаламын деген тұжырымын масқара болып қалармын, ұятта қалып жүрермін деген ойларға алмастырып алады. 4-ші оқиға. Бала жөтелеп, қызуы көтеріліп ауырып қалды. Кеше мұздай суды ішпе деп айттым саған деп анасы тағы да ұрыса кетті. Кейін де жылдар бойы салқын су ішуге мүмкіндік бермей, айтқан осы ақпаратын қайталай берді. 4-ші тұжырым. Салқын су ішсем, тамағым ауырып қалады. Білесіз бе? Теориялық тұрғыдан алып қарасақ, адам тамағы суық су әсерінен ауырмайды. Тұмау мен жөтелу тек вирус жұқтырған кезде пайда болады. Бірақ біз бұл тұжырымға қатты сеніп қалғанбыз. Сенгеніміз сонша санамызға сіңіп қалған. Америкада бәрі суға мұз салып ішеді. Еуропа елдерінде де солай. Түріктерді де мысал ретінде алсақ болады. Осы тұжырымға қатысты мысал менің де басымнан өтті. Жапонияда жылы су деген түсінік жоқ. Саяхатта жүргенде барлық жерден бөлме температурасындағы су сұрап көрдім. Еш жерде жоқ. Барлығында тастай, мұздай су ғана. Қасына қайнаған суды қосып әкеліп беру мүмкін. Араластырып, температурасын өзің екен деп аласың. Әрине, салқын су ішсең, ауырып қаласың деген тұжырым мені де айналып өтпеді ғой. Санама сіңіп қалғаны сонша, өзіме теория басқа екен түсіндірсем де, 2-3 күннің ішінде шынымен тамағым ауырып, даусым шықпай қалды. 6-шы оқиға. Нұрлан үйдің тұңғыш баласы. Оған анасы: сен үйдің үлкенісің, сен қандай болсаң, кейінгілер де сондай болады деді. 6-шы тұжырым. Мен бірінші баламын, маған қателесуге болмайды. Көп шаңырақта үйдің үлкендеріне толыққанды балалық шақ болмайды.
Әлі жасың 5-те болуы мүмкін, бірақ сенен кішкентай бауырың бар ма? Болды, сен жауаптысың. Нұрлан, үлкен емессің бе? Ініңе қарамайсың ба деген сөзді талай естисің. 18 жасқа толмайынша барлық адам әлі бала болып саналады. Біз болсақ, баланы мейірімді, бауырмал болуға үйретіп жатырмыз деген пікірді сылтау қыламыз. Кіші бауырларының жауапкершілігін автоматты түрде үйдің тұңғышына артып жібереміз. Негізі, керісінше, бұл үлкендердің болмысын сындырып жатыр. Енді ол есейген соң да қасындағылардың бәрін жетектеп жүретін адам болады. Қыз болса, күйеуін, барған әулетін, бала-шағасын бәрін мойнына алып алады. Ол болса да сондай халге келіп тіреледі. Құтқарушы, дос, бастық, әріптес болып бәрін өзімен бірге тартып жүреді. Барлық істі өзі істейді, ешкімге сеніп тапсырмайды. Осы мысалдарды оқып отырып, есіңізге не түсті? Сізді тежеп жүрген тұжырымдарыңыз туралы ойланыңыз. Дамуыңызға, жақсы өмір сүруіңізге, бақытты болуыңызға, армандарыңызды орындауға кедергі болып жүрген 10 тежеуші тұжырымды тауып жазып алыңыз. Жауаптарыңызды міндетті түрде кітаптың соңғы бөліміндегі бірінші тапсырманың бағанына енгізіңіз. Сол кейін сіздің толыққанды өзіңізбен жұмыс істеуіңізге таптырмас көмегін тигізеді. Сіз өз өміріңіз үшін жауаптысыз. Бұл жауапкершілікті басқа біреуге, оқиғаға, тағдырыңызға арта алмайсыз. Ащы шындық осы ғана. Өміріңіздің жауапкершілігі осыған дейін сізде болған және ғұмырыңыздың соңына дейін де сізде ғана болады. Ошо. Мен не істей аламын? Бәріміз үшін жағымды жаңалық бар. Тұжырымдарды қайта жазуға болады. Ал менің тұжырымдарымды жаңарта алатын бір ғана адам бар. Мен. Ол үшін алдымен өзім жауапкершілік алуым керек. Кішкентай кезімде басымнан өткен оқиғалар үшін мен кінәлі емеспін. Ата-анам да кінәлі емес. Жалпы кінәлі адам жоқ, бірақ оның әсері мен нәтижесін өзгертуге мен ғана жауаптымын. Басқа ешкім көмектеспейді. Осы жауапкершілікті түсінген сәттен бастап өмір өзгереді. Құрметті оқырман, сіз де қазір оқып отырып, жауапкершіліктегі өзіңізде екенін сезініп тұрған болсаңыз құттықтаймын. Демек дәл осы қатардан бастап сіздің өміріңіз жақсы жаққа өзгеріп, трансформация басталады. Инфантилизм халінде жүретін адамдар бар. Олар қанша жасқа келсе де ересек бола алмай жүр. Өкінішке қарай, мәселе оның жасында емес. Мұндай адамдар жауапкершілікті басқаға артып қойып, өзі сүттен ақ, судан таза болып жүре береді. Оларға осы оқиға және тұжырым теориясын айтсаң, бірден қуана кетеді. Бәсе, біліп едім. Осының бәріне ата-анам кінәлі екені ғой дей салады. Қазір ағылшын тілін жақсы білмейтіндігі үшін мектепте дұрыс үйретпеген апайды кінәлайды. Ой, ағылшынша кино, видео ғана қосып бере салатын. Сабақ дұрыс өтпейтін деп ақтала салуы мүмкін. Қарым-қатынастағы мәселелерін алға тартып, күйеуім жаман, әйелім онша емес дейтін адамдар да бар. Басқа біреуді кінәлі қылу өте оңай, бірақ сіз не істеп жатырсыз? Бүгін бақытты адам болмағаныңыз үшін ата-анаңыз кінәлі екен. Ал сіз өзіңіз бақытты болу үшін не істедіңіз? Ағылшын тілін мектепте дұрыс үйретпепті. Қазір жасыңыз 30-ға келді. Мектепте 17 жасыңызға дейін ғана оқыдыңыз. Ал қалған 13 жылда ағылшын тілін меңгеріп алу үшін өзіңіз қандай әрекеттер жасадыңыз? Қазір не істеп жүрсіз? Әйеліңіз өзін тастап жіберіпті. Өзіне қарамайды екен. Ал сіз қандайсыз деп сұрағым келеді. Сіз әйеліңізбен бірге шопингке шығып, әдемі киімдер алып бердіңіз бе? Бірге қол ұстасып, оңаша қыдырып қайттыңыз ба? Күйеуіңіз сізге ештеңе әпермейді. Ол ақша таппайтын жаман адам екен делік. Көңіл бөлу дегенді мүлде білмейді. Сіз ше, ол кісіден сұрай алдыңыз ба? Сезімдеріңіз бен қалауларыңызды жеткізу үшін не істеп жатырсыз? Барлық оқиғада мен ғана бармын. Менің өмірімде болып жатқан дүниелерге тек мен ғана жауаптымын. Бұл ересек адамның дұрыс позициясы. Бүгіннен бастап кішкентай кезіңізден санаңызға сіңіп қалған қандай да бір тұжырым сізге зиянын тигізіп жатса, бір ғана сұрақ арқылы шешуге болады. Мен қалай өзгерте аламын? Жауапкершілік өзімізде екенін түсінген болсақ, енді әрекетке көшуіміз керек. Мұғалім дұрыс істемеді. Мен қалай өзгерте аламын? Окей, заман сондай болды. Енді оның маған тигізген кері әсерін
мен қалай жақсы жаққа өзгерте аламын? Иә, кемішті, ол менің жадымда кәдімгідей травма, қорқыныш болып қалды. Осы реакцияммен өзіме зиян келтіріп жатқан тұжырымдарды қалай өзгертемін? Иә, жақсы, үйленіп едім, әйелім онша емес болып шықты. Мен не істей аламын? Өміріңізге зиян тигізіп жатқан тұжырымдардың бәрін өзіңізге дұрыс сұрақ қою арқылы өзгертуге болады. Мен не істей аламын деген сұрақ сізге дұрыс әрекет жасауға жол ашып береді. Нейропластика. Нейропластичность арқылы миымыздағы барлық оқиғаны қайта жаза аламыз. Мысалы, сіздің ең сенімді серігіңіз, бір елі тастамайтын және ең жиі тоғысатын бірден-бір ақпарат есіміңіз. Сіздің есіміңізді Арман деп алайық. Бірақ бүгіннен бастап сіздің алдыңызда кездескен адамның бәрі сізді Марат деп шақыра бастайды. Алғашқы 5-10 адамға менің есімін Арман деп ескертесіз. Кейінгі 100-1000 адам бәріне айтуға шамаңыз да келмей қалады. Осылайша Арманнан қалай Маратқа айналып бара жатқаныңызды түсінбей де қаласыз. Мидағы бағдарламаларды қайта жазуға болады. Құтылу емес. Ең алдымен оның мәнісін түсіну керек. Дұрыс қойылған диагноз жарты жеңіс. Егер диагноз дұрыс қойылса, науқас 50%-ға емделді деп есептей беруге болады. Сол секілді ненің не екенін дұрыс анықтап алу қажет. Бүгінде әлеуметтік желілерде өз аудиторияңды қалыптастырып, инфлюенсер болу адамға көптеген мүмкіндіктің есігін ашады. Жеке бренд қалыптастырсаңыз, кәсібіңізге де көмек етеді. Жақсы орталар шақыру мүмкін, танымал боласыз. Дұрыс пайдалана алсаңыз, жақсы табыс та табылады. Артықшылығы мен пайдасы ұшан теңіз. Дегенмен, сіздің басыңыздағы дұрыс емес тұжырым әлеуметтік желідегі парақшаларыңызды жүргізуге кедергі болып тұр. Керек екенін, маңызды екенін, тіпті қалай дұрыс жүргізу керек екенін де жақсы білесіз. Инстаграмға шықсам менің үстімнен күледі деген қорқыныш жібермей тұрады. Солай жылдар бойы бастай алмай келе жатырсыз. Сізге кедергі келтіріп тұрған тұжырымды тауып оны ауыстырмасаңыз, өмір бойы осылай жүре бересіз. Инстаграмда блог жүргізіп бастасам, достарым мазақтайды деген ой бар делік. Оны өзіңіз ауыстырып, ой, сен де бастадың ба? Типа блогер деген адамдардың сөздерін жарайсың ба? Шаба бер, тек алға деп өзіңіз үшін алмастырып алыңыз. Сіз блогер болып кеттің бе деп күлетін шығар. Ал шын мәнінде олар, маған негізі бәрібір, өзіңе ұнаған істі жасай бер. Осы кітапты алып оқып отырған болсаңыз, демек сіздің өмірімді жақсы жаққа өзгертсем деген ниетіңіз бар екендігі анық. Білесіз бе, өмірін өзгерткісі келген адам міндетті түрде лидер болу керек. Ситуацияның, тежеуші тұжырымдардың, қорқыныштардың жетегінде кетпей, жауапкершілікті өзіне алатын лидер болыңыз. Қоғамда, айналаңызда, отбасыңызда, өзіңізде не ұнамайды, соны анықтаңыз. Сосын өзіңізге мен не істей аламын деген сұрақты қойыңыз. Лидер өзгеріспен қозғалысты бастайтын адам. Сендей болып, санаңызда қатып қалған мұздарды өзіңіз ақ ерте аласыз. Психикамның 3 қажеттілігі. Биопсихосоциалды теория деген түсінік бар. Терминді қарапайым әрі түсінікті тілде жеткізу үшін мысал келтірейін. Көз алдыңызда домбыраны елестетіңіз. Оны тартатын адам болмаса, домбыра үйдің бір бұрышында ілініп қана тұратын зат болар еді. Ал домбырашы қолына алып, ән шырқап, күй тарта алады. Осы кезде оны тыңдайтын, бағалайтын, ай-хай деп шабыт беріп отыратын көрермендер керек. Тура мысалдағыдай, био адамның денесі, оны психологиямыз басқарады. Ал пікір айтып, қолдап, қолпаштайтын көрермендер қоғам, социум. Бұл теорияны басқара алуды үйрену керек. Үшеуі де біздің өмірімізге тікелей әсер етеді. Адамның психикасына 3 нәрсе керек. Алғашқысы қауіпсіздік. Оған база деп есептелетін үй, машина және де тағы да басқа дүниелерді жатқыза аламыз. Себебі олар болашағымызға қандай да бір деңгейде сенімділік береді. Қазір біздің психикамызда көшеге шықсаң, біреулер ұрып кетеді-ау деген қорқыныш жоқ. 90-шы жылдардың басында дәл сондай қорқыныш болды. Ал қазір бізді болашаққа деген үміт пен қауіпсіздік алаңдатады. Психикамыздағы болашақтың бейнесі
белгілі бір деңгейде қауіпсіз болу үшін жоспар керек. Қазір көпшіліктен жоспар жайлы сұрайтын болсақ, ешкімде нақты жауап жоқ. Әрине, ертеңгі күні не боларын білмейміз, бірақ адамда әрқашан позитивті жоспар болу керек. Білесіз бе, өзгеріс болашақтан қазіргі уақытқа қарай келеді. Яғни, бүгінгі күнім болашаққа қарай жүрмейді. Маған болашақтағы азамат ұнауы керек. Менің позитивті жоспарымдағы азамат маған бүгін мотивация болады. Болашақтағы азамат красавчик. Сол үшін де мен бүгін рухани дамуыма көңіл бөлемін. Жаттығуға барамын, қаржылық жағдайымды реттеймін. Екіншісі байланыс, қоғам. Бізді әуел бастан қоғамда өмір сүретіндей етіп жаратқан. Тіпті біздің пайда болуымыздың өзіне екі адам керек болды. Ғалымдар соңғы жылдары адамдар бұрынғыға қарағанда офлайн қарым-қатынасты 60-70%-ға дейін азайтқандарын айтуда. Біз, мен адамдармен күшті араласамын, ортам көп деп өз-өзімізді алдап жүрміз. Онлайндағы байланысқа, онлайн достармен қарым-қатынасқа алданып қалдық. Ал қоғаммен бір тұтас болу, араласу адам баласы үшін өте маңызды. Тойға барғанда дұрыс сөз бермей қалса, назар аударылмай қалса, ренжіп қалатын қазақпыз ғой. Міне, бұл да қоғамның бізді қабылдауы, мақтауы, қолдауы қажет екендігінің бір көрінісі. Қоғаммен, ортамен, адамдармен араласуды сәл көбейту керек. Себеп болмаса, оны қолдан жасап алыңыз. Бұл бағыт сіздің өміріңізде тұрақты түрде дамып тұру керек. Отбасымен қарым-қатынасты қалай жақсартамын? Достармен байланысымызды нығайту үшін не істеймін? Жұбайымен арамызды жақындата түсу үшін қандай әрекеттер жасаймын? Ағайын-туыспен жақсы араласып тұру үшін не істеуге болады? Сізді қоршаған әр ортамен, адамдармен аралас-құраластығыңызды жақсартып, қарым-қатынасты жақсарту үшін не істейтіндігіңіз туралы кәдімгі жоспарыңыз болу керек. Мысалы, туыстармен жақсы араласу үшін той жиыннан қалмаймын, 3 айда бір рет қонаққа шақырамын, мерекелерде кезек-кезек барып тұрамын. Өзіңіз үшін арнайы график дайындап алсаңыз болады. Ал әріптестеріңізбен араласыңызды нығайту үшін де бөлек кішігірім жоспар керек. Тимбилдинг, түскі шай, командалық ойындар, әртүрлі тақырыптағы ой алмасу секілді коммуникацияның түрлі құралдарын қолдана аласыз. Ұстазымнан мінсіз жұп болмайды. Мінсіз жұп өмір бойы құрастырылады дегенді естіп едім. Қарым-қатынаспен өмір бойы екі адамда жұмыс істейді, ал қоғамдық байланыстарын әр адам өзі құрастырады. Психикамызға керек үшінші нәрсе өсу, даму. Ал өсу үшін алдымен үздіксіз білім алуды приоритетке қою керек. Білім жағынан дамып жатқан адам өзін қалыпты, бақытты сезінеді. Екіншіден, рухани жағынан үздіксіз дамып өсіп отыруымыз керек. Өсу мен даму үшін қаржылық тұрғысынан да жоспарыңыз болсын. Әрине, ең негізгілердің бірі денсаулық. Осы бағыттар бойынша үздіксіз дамып отырсаңыз, жүйкеңіздің сыр бермеуіне зор септігін тигізеді. 50-60 жастан кейін өмір бітпейді. Қазір бәрі биохакингпен айналысып жүр. Жүйені қалай алдасам екен деп жиі ізденетіндер 1 сағат оқитын кітапты 15 минутта оқып шығуды үйреніп жатыр. Сондықтан да денсаулыққа көңіл бөлу керек. Тіс ауырғанда ғана стоматологтың есігін жағаламай, әр жыл сайын тексеруден өтіп тұрыңыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол жүзе деген сөздің өзі бекер айтылмаған ғой. Физикалық тұрғыдан да тұрақты түрде жетіліп отыру денсаулығымызды жақсартуға үлкен септігін қосары сөзсіз. Оны қиындатып та керек емес. Аптасына 3 рет 40-60 минут жаттығу жасаудың өзі супер нәтиже. Негізі сізде бір аптада 168 сағат бар. Жаттығу үшін тек 3 сағатын ғана сұрап тұрмыз. Қызық үшін айта кетейін. Теория бойынша аптасына 25 сағат тамақ жеуге құртады екенбіз. Ал 3 сағат әжетханада қажеттілік өтеумен-ақ өтіп кетеді. Әрқашан менде бәрі тамаша деген ойда жүріңіз. Бұл өте тиімді әдіс. Макс Фрай. Үміт алдап, шындық басқа болса. Адамның үміті мен шындығы, ожидание реальность сәйкес келмей қалғанда психикасында диссонанс пайда болады. Яғни адам қайғырады. Шындықты қабылдай алатындар, көре және көтере алатын адам аз. Көбіне біз өз-өзімізді алдауға бейімбіз. Тіпті
сол алдағанымыз өзімізге ұнайды. Ал шындық ашылған кезде психикамыз оны көтере алмайды. Адамның көңіл-күйі түседі, халі өзіне ұнамайды, уайымдайды. Мысалмен қарастырайық. Сіз мен кабинетке кіргенде бәрі жамырап, орнынан тұрып, «О, Мәке, қош келдіңіз» деп амандасады деп күттіңіз. Ожидание. Бірақ іс жүзінде олай болған жоқ. Бәрі «Ассалаумағалейкум» деп ауызша айтты да қойды. Ешкім орнынан тұрып қолыңызды алмады. Реальность. Осы кезде қандай интерпретация орын алды? Өз ішіңізден бұлар мені менсінбей отыр деп қалдыңыз. Яғни психикаңызға ауадай керек байланыс, орта деген қажеттілігіңіз орындалмай қалды. Жақсы бір жобаға біраз уақыт бойы келісім жүргізіп, сөйлесіп, дайындалып жүрсіз. Бірақ жоба басталар кезде бір кедергілер шығып болмай қалды. Күткеніңіз бен шындық бұл жерде де жанаспай қалды. Сізде бұл жобаны алсам 2 миллион теңге табыс келер еді. Оған сатып алатын дүниелер мен беру керек төлемдеріңізді жасар едім деген диссонанс пайда болды. Көңіліңіз бірден түсіп, уайым басып кетті. Осы диссонанстан шығу үшін консонанс жасау керек. Әрекет ету үшін алдымен бұл жердегі қажеттілікті анықтап аласыз. Мені жақсы көрмей қалды деген диссонансты қарастырып көрейік. Сіз жарыстан алған марапатыңызды туыстарыңыздың чатына суретке түсіріп жібердіңіз. Сіздің ойыңша барлық сізді құттықтап, сіз үшін қуануы керек еді, бірақ ешкім кері байланыс бермеді. Интерпретацияңыз қандай болды? Мыналар мен жақсы көрмейді екен. Менің жібергенімді ашып қарамады да ғой, менсінбей отырған шығар деген түрлі ойлар кетті. Диссонанс туындаған кезде оны шешу үшін автоматты түрде ұру, қашу, қатып қалу деген 3 нұсқаға келесіз. Бұл нұсқалардың ешқайсысы да адекватты шешімге бағыттамайды. Ұру деген нұсқа бойынша адам бірден чаттағы туыстарына шабуыл жасайды. Сендер мені менсінбейсіңдер ме? Құттықтай салсаңдар нелерің кетеді деген смстер жазады. Ал басқа адам болса бірден ат-тонын қашып сол мезетте топтан шығып кетеді. 3-ші нұсқаға қарай әрекет ететін адам ештеңе істемейді. Бәрін сол күйде қалдырады. Адам барлық жағдайда осы нұсқалардың біреуін ғана таңдайды. Мысалы, кейде консультацияма қарызға батып, финанс жағынан минуста жүрген клиенттер келеді. Енді қазір не істеп жатырсыз деймін ғой. Әрекетсіз ештеңе істемей жатқан болып шығады. Бәрін бір аллаға тапсыру әрине жақсы ғой, бірақ бір мәнісі болар деп әрекетсіз жата берген қаншалықты дұрыс. Бұл адамның кез келген диссонанс кезінде таңдайтын нұсқасы осы болады. Жай ғана қатып қалу. Ал құр босқа күтудің арты ешқашан жақсылыққа апармайды. Үнемі қашуды таңдайтын адамдар да бар. Олар аз-маз қиындық кездессе бірде мақсатынан бас тарта салады. Күткені, ожиданиесі бойынша қолға алған жобасы сәтті жүріп, табысқа кенелу керек еді. Бірақ алғашқы сынақтардан-ақ шындықты көтере алмай қалады. Интерпретациясы қандай? Мына проект атпайды, қораға кіріп кетеміз. Нәтижесінде серіктестіктен шығып, жобаны тастап кете салады. Өмірдің басқа салаларында да дәл осы әрекетін жасайды. Үйленіп, қарым-қатынасында қандай да бір мәселе шықса, оны шешуге, реттеуге тырыспайды. Ажырасып кете салуды ең ұтымды жол деп санайды. Көңіл-күйіңіз түскен кезде бірден бұл сезім қандай қажеттіліктен туындап тұрғанына мән беріңіз. Қауіпсіздік қажеттілігі ме? Әлде байланыссыз қажеттілігі ме? Бәлкім өсу, даму қажеттілігі шығар. Осыдан кейін ғана әрекеттеріңіз сол қажеттіліктерді жабуға бағытталуы керек. Дефицит болған қажеттілігіңізді толтыруға жұмыс істеңіз. Былай айтайық, осы қажеттілікті танудың өзі сізге үлкен көмегін береді. Өзіңіздің ішіңізде болып жатқан процестің мәні мен себебін білудің өзі шартты жеңіс. Бақытты адам болудың алғышарты осы дүниелерден басталады. Қазір кітаптың ең соңғы бөліміндегі екінші тапсырманы орындаңыз. Өзіңізді тану үшін және осы тақырыпты түсініп бекіту үшін соңғы 3 оқиғаңыздың мысалын талдаңыз. Адамның бақытты не бақытсыз болуын оның өзі ойғаны шешеді. Бұл таңдауға сыртқы факторлар еш әсер етпейді. Өз ойын басқару арқылы кез келген адам өз бақытын да басқармақ. Фридрих Вильгельм Ницше. Мені басқаратын бағдарламалар. Адамның жады, есте сақтау жүйесі өте қарқынды жұмыс істейді.
Бізде 3 түрлі жад бар. Олар бізді басқарады, өміріміздің сценарийіне жауап береді. Сондықтан жадымыздың түрлері мен түп тамырын білу аса маңызды. 3 жад, 3 түрлі кезең, бірақ маңызы өте зор. Біздің бүгінгі іс-қимылымыз, шешімдеріміз бен бүкіл эмоция, әрекеттеріміз аспаннан салбырап түсе салған жоқ. Әр шешіміміздің артында жадымызда сақталған ақпараттардың әсері бар. Біріншісі генетикалық жад. Миыңыздың маңызды жұмысы осы генді аман сақтап, әрі қарай жалғастыру. Сол үшін сізде қорқыныш сезімі болады. Өзіңізді, балаларыңызды қорғайсыз. Себебі сіздің бала-шағаңызда сіздің геніңіз бар. Ал дене генді таситын костюм. Гендік жадта біраз ақпарат жазылған. Мысалы, базалық қауіпсіздік туралы ақпарат, жыртқыштардың қауіпті екені немесе түсініксіз объектіден қорқу қажет екендігі жайлы ақпарат гендік жақта жинақталған. Сондықтан да біздің қорқыныш сезімі автоматты түрде жұмыс істейді. Мысалы, мен қасқырдың адамға шапқанын өз көзіммен көрген жоқпын. Тіпті видеодан да көрмегем, бірақ мен қасқырдың қауіпті аң екенін, ол маған шапса жаман болатынын білемін және қорқамын. Гендегі ақпараттар қаншама миллион жылдар бойы жазылып келе жатыр. Әлі қанша жыл жазылғанын да білмейміз. Ақыр заманға дейін жалғаса берері сөзсіз. Мамандардың өзі микроскоппен ғана көретін аталық ұрықта, яғни сперматозоидта сіз туралы бүкіл ақпарат болады екен. Сіздің барлық жеке мәліметіңіз, түріңіз, шашыңыздың текстурасы, көзіңіздің пошымы мен қарашығыңыздың түсі, бойыңыз, сүйектеріңіздің структурасына дейін жазылған. Екіншісі ұлттық жад. Ұлттың басына өткен оқиғалардың барлығы адамның санасында жазылуы. Бәрі адам болса да, қазақтар басқаша, арабтар бөлек, түріктер мен орыстар да өзіне тән сипаттамалармен ерекшеленеді. Себебі әр ұлттың басынан өткен тарих пен оқиғалар әртүрлі. Біздің тарихымыз қалыптастырған. Мысалы, біздің ата-бабамыз көрген ашаршылықтар Түркияда не Еуропа елдерінде болған жоқ. Сондықтан тамақтану мәдениетіміз де әртүрлі. Үлкен әжелеріңіз болса, жақсы білесіздер. Олар сыртта жүрген бала-шағасымен, немерелерімен сөйлескенде бірінші қарның тоқ па деп сұрайды. Үлкендер үшін сіздің қарныңыздың тоқ болғаны өте маңызды. Себебі біз қазақтар аш қалудың не екенін жақсы білеміз. Ол ұлттық жадымызда жазулы. Басымыздан өткен ашаршылық салдарының тағы бір көрінісі той жасауға бейім болуымыз. Қазақтар неге той жасай береді? Себебі мен үшін достарымның, көршілерімнің қарны тоқ болғаны маңызды. Егер логикалық тұрғыдан алып қарасақ, кешке қарның тойы үшін адамға бір порция тамақ жеу жеткілікті. Бірақ біз той жасағанда дастарханда ас тәтті қылып жасаймыз. Оның бәрі тойда желінбейді. Желінбесе де қонақтарымыз сарқыт салып өздерімен алып кету керек. Олар тоқ болу керек. Менің қазіргі іс-әрекеттерімнің барлығына тарихымыздағы шапқыншылықтар, неше түрлі отаршылдық саясат әсер етіп жатыр. Ойланып қарасам, менің бастығым басқа ұлт өкілі болған кезде мен белсенді, нәтижелі жұмыс істеген екенмін. Басшыларым араб, түрік сияқты этнос өкілдерінен болды. Европалық директорлармен де қызметтес болдым. Барлығына мен жұмысқа фокус қойған, құнды қызметкер едім. Кейінгі бастығым қазақ болды. Онымен жұмыс істегенде демалыс күні жұмыс істемейтінмін. Жұмыс уақытынан тыс жеке уақытым бар. Отбасымен боламын деген секілді сылтауларым көбейді. Салыстырмалы түрде эффективтілігім бұрынғыға қарағанда азайды. Бұл менің санамдағы отаршылдық саясаттың сарқыншағы. Бір мектепте мынадай тәжірибе жасалыпты. Еден жуатын кісі орыс ұлтынан болған кезде оқушылардың барлығы ол кісімен амандасып өтеді екен. Үзілісте ол кісі жұмыс істеп жатса, баса көктеп жүгірмей өтсем бола ма деп те рұқсат сұрайды. Бір қызығы, кейіннен бұл еден жуушы орыс апайдың орнын қазақ кісі ауыстырады. Сонда жаңағы амандасып рұқсат сұрап өтетін балалардың саны 80%-ға дейін азайған екен. Бәрібір басқа ұлтты сыйлау, оларға ерекше көзқараспен қарау біздің санамызға автоматты түрде сіңіп кеткен.
біздің немерелерімізде осы отаршылдық саясаттың әсері азая бастауы мүмкін, ал қазір оның әсері біздің өмірімізде айқын көрініс тауып келеді. Меккеге умра сапарына барғанымда менің жаныма бір түрік әже келді. Маған өз тілінде: балам, мен дұға етейін, сен қосылып әумин де, кейін сен дұға етесің, мен бірге әумин қыламын деді. Ол кісі менің түрікше түсінетінімді білмейді, бірақ сонда да оған бәрібір. Маған келіп өзінің айтып сөйлесіп жатыр. Неге? Себебі ол кісінің санасында отаршылдық қалдықтары жоқ. Тура осы кісінің орнында болсақ, басқа ұлт өкіліне біз ағылшынша сөйлер едік. Тіпті болмағанда орысша сұраймыз. Біздің бірнеше білетіндігіміздің негізгі себебі де осы жақта жатыр. Үшінші жад адамның жеке жады. Бұл менің басымнан өткен, адамның құрсағына біткеннен қазіргі күнге дейін жазылған ақпараттар сақталған жад. Миымыз барлық оқиғалар мен ақпараттарды жазып жатыр. Ол өшпейді, және осы ақпараттардың нәтижесінде базамыз қалыптасты. Мысалы, калькуляторға сандарды қосып, азайтып, көбейтіп, бөліп есептейтін бірнеше функциялары бар бағдарлама жазылған ғой. Тура сол секілді біздің миымызға да өз бағдарламамыз жазылған. Қате ақпараттарды табу сіздің жауапкершілігіңізде. Кез келген істемей жүрген ісіңізге байланысты қандай қорқынышыңыз бар? Сол қорқыныштарыңызға күмәнмен қарап көріңізші. Бірге үйде досым келді. Әңгіме арасында спортпен айналысу керек еді, бастай алмай жүрмін деп қалды. Диалог әрі қарай былай өрбіді. Онда ММА-ге келсейші. ММА Mixed Martial Arts, аралас жекпе-жек. Қой, барсам тағы таяқ жеп жарақаттанып қалып жүрермін. Осы жерде оның жадында күреске, жекпе-жекке қатыссаң таяқ жейсің, бет-аузың быт-шыт болып жүресің деген ақпарат бар екенін көруге болады. Енді сол қорқынышына күмән келтіру керек. Мен 1,5 жыл ішінде мұрным сынып, қолым шыққан жоқ. Күресек те техникамен жұмыс істейміз. Алаңға ешкім бір-бірімізді жаралаймыз, өлтіреміз деген ниетпен шықпайды деп, оның ойына күмән салдым. Яғни бізге бір істі бастауға кедергі келтіріп тұратын қорқыныштарымыз өте көп. Кеңес дәуірінде қолмен, күшпен жасалған еңбек бағаланатын. Қара күшпен еңбек ету жаппай дәріптелді. Соның салдары әлі күнге дейін бар. Әкең жұмыстан шаршап келді, еңбектеніп ақша тауып жүр, демалсын дегенді сіз де анаңыздан талай естіген боларсыз. Шаршап қалды деген тіркес күшті ақша тауып жатыр деген түсінік береді. Яғни адам қиналса ғана көп ақша табады деген бағдарлама бар. 30 жыл бойы бухгалтерия саласында қызмет еткен кісіге сіз форумда 1 сағат сөз сөйлеп спикер болыңыз, гонорарыңыз 1 миллион теңге болады деген ұсыныс айтылса, миы бірден қабылдай алмай қалуы мүмкін. Ұят-ай, 1 сағат ғана сөйлеп 1 миллион аламын ба деген ой тууы мүмкін. Оңай табылған ақшаның берекесі болмайды деген санадағы бағдарламаңыз шыға келеді. Негізі ол кісінің оңай деп отырғанының өзі оңай емес. 1 сағаттық спикерліктің артында 30 жылдық тәжірибесі жатыр. Еңбекті менталды және физикалық еңбекті бекіп түрде қарастыруға болады. Негізі қазір менталды еңбек жоғары бағаланады. Бірақ өкінішке қарай көптеген мықты маман өзін лайықсыз санап, өз жолдарын өздері жауып жүр. Яғни тағы да жадымыздағы кейбір бағдарламалар бізге әлі де кедергі. Жоғарыда айтылған 3 жад біздің бүгінгі әрекеттеріміз бен шешімдерімізге тікелей әсер етіп тұр. Сондықтан қай жадтан келсе де ол ақпаратқа күмәнмен қараңыз. Шынымен қолымнан келмей ме? Мүмкін өтірік шығар. Барып айтсам, жұмыстан шығарып жіберетіні анық па? Бәлкім ұсынысымды қабылдайтын шығар. Оған айтсам, шынымен ренжіп қала ма? Мүмкін дұрыс қабылдап жақсы нәтиже шығаратын шығар. Енді сізді тежеп тұрған ойларға күмәнмен қарауды үйреніңіз. Ал дәл қазір соңғы бөлімдегі тақырыпқа байланысты 3-ші тапсырманы міндетті түрде орындаңыз. Сол тапсырманы орындап болған соң бірден 4-ші тапсырмаға көшіңіз. Бүгін біз менің психикам атты Азамат Сакаков мен кітабының 1-ші бөлімін толық аяқтадық. Егер де бүгінгі тақырыптар қозғалған кітап сіздерге ұнайтын болса, менің жалғастыруым қажет пе, соны пікірге жазып өз ойларыңызды білдіріп өтіңіздер.
біз егер де сіздерге ұнайтын болса артындағы практикалық тапсырмалармен де біртіндеп бөлісетін боламыз. Басқа адамдарға да пайдалы болу арқылы сауапқа кенеліп жүріңіз. Сізге сәттілік тілеймін.